бүгін талдайтын дүниеміз қарыз және қазына турасында, немесе байлық. Енді қарыз деген нәрсе не нәрсе? Бұл ақшаны қалтаңнан әкететін дүние. Ал байлық деген нәрсе не? Ол ақшаны қалтаңа сүңгітетін нәрсе. Біз қарыз және байлық турасында, немесе мал-мүлік турасында осындай айқын танымда болуымыз керек. Әрине, бұл турасында көбірек сөйлеп кетуге тура келеді. Ендеше біз бүгін бұны төтесінен айта берейік. Енді қарасаңыздар, мынау бір отбасы, мынау екінші отбасы, мынау үшінші отбасы. Ендеше осы отбасылардың сіз қайсысына тәуелді екенсіз? Әрине, пікір аймағына жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші түрдегі отбасылардың қарызы барған сайын өрлей түседі. Ода қазына болмайды. Яғни байлығы нөлге тең деген сөз. Ал екінші бір түрдегі отбасылардың қарызы өрлейді дағы, қазынасы барған сайын азая түседі. Яғни бұл өзінің мал-мүлкін барған сайын тауса бастаған отбасыларына кіреді. Ал үшінші бір түрдегі отбасылар, бұлар қарызды мүмкіндіктің барынша төмендете түседі дағы, қайтеді байлықты немесе қазынаны көбейте түседі. Міне, сіз осы үш түрлі семьяның қайсысына кіресіз? Егерде бір отбасы өзін-өзі дұрыс алып жүрем десе, қазынадағы бірнеше түрлі маңызды түйіндер бар. Мысалы, олар кіріс және шығыс. Бұл туралы кеше айттық. Ал екіншісі қарыз және мал-мүлік деген секілді осы түйіндерді дұрыс түсініп, жақсы алып жүре алатын болса, бұл отбасы мейлі қаншама аз кіріс кіргізсе де, ақырында мол байлыққа ие болу мүмкіндігі бар. Мынау дүниелер біздің тұрмысымызда ешқашан кем болса болмайды. Біз мектептен экономикалық білімдерді оқымадық. Бізге ата-анамыз да бұндай білімдерді аз берді деп ойлаймын. Ал біз қоғамнан да қайттық, ел не істесе соны істеп дүрмекке ілесіп өмір сүрдік. Бірақ шын мәніндегі экономикалық білім бір отбасының өзін-өзі дұрыс алып жүру үшін, қоғамға немесе бала-шағаларына, немесе туыс-туғандарына ауыртпашылық салмау үшін, ең маңыздысы өзінің арман мақсаттарын жақсы орындап, экономикалық еркіндікке жету үшін өте қажетті болады. Тіпті де көптеген экономикалық білімдерді біз атой текшесінде үнемі ортақтасып келе жатырмыз. Біздің шопинг хаусымызға, дойын нөмірлерімізге тіркеліп алыңыздар. Біз сонымен қатар осы секілді мазмұндарды арнаулы түрде сабақтар етіп орналастырудамыз. Егер қызықсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. 记得关注再走哦。